Менің атым Бакари. Сондай есім. Бірақ одан да ондайлар толып жатыр, сондықтан мен Идрис болып кеттім. Кейін ол да қысқарып Дрис атандым. Содан кейін ше? Одан кейін апам, яғни тәтем, 2 рет қатарынан бала туды. Одан кейін ағам қайтыс болды. Басқа еркектер пайда болды, балалар туды. Айттым ғой, бәрі соншалықты оңай емес. Сіздің адамаңыздың аздап жанын қағып алса ше? Ол сізді алып кетуге келді ме? Дрис. Қоштасатын кез келген сияқты. Өмір бойы сал адамды арқалап жүргіңіз келмейтін шығар. Сіз сонша еңбектендіңіз, сондықтан жәрдемақыға лайықсыз. Жарайды, жиналайық. Кеттік. Жүріңіз. Иә. Бассари Бакари. Бакари Бассари. Әдемі естіледі, өлең сияқты. Альтерация деуге болады. Альтерацияның не екенін білесіз бе? Жоқ. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Бастиан, рахмет. Ертең бізде таңғы ас өте тойымды болады. Көбірек әкел, жарай ма? Жарайды. Сау болыңыз, Иванна. Менің печеньемді ұмытқан жоқсың ба? Жоқ, ұмытпадым. Жарайсың. Элизаға сәлем айтыңыз. Ертең көріскенше. Бастиан, достым, қал қалай? Бері кел! Демек рас екен. Кетіп барасың ба? Иә, бірақ жылама. Менде сенің нөмірің бар. Хабарласып тұрамыз, байланыс жоғалтпаймыз. Қалай қиналып тұрғаныңды білем, бірақ мықты бол. Өкінішті ақ. Мен сенің бөлмеңе көшкелі жатыр. Менікінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Олай болса кеткім келмей қалды. Бір төсекке сыйсамыз. Онда тарлау болады. Мен жалғыз тұрмайым. Айтпақшы. Танысып қой, Фредерика. Қайырлы таң. Сәлем. Түсінікті. Не? Мен бәрін түсіндім. Сен анада екенсің ғой, ә? Иә? Иә. Жарайды, онда сүйіспейміз.